Ассалаумағалейкум армысыздар, құрметті қазақ елі, құрметті өзбек елі. Мына бүгінгі келген құрбан айт мерекесімен бәріңізді құттықтаймын. Шалған малдарыңыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мына үндеуімді өзбек еліне, өзбек бауырларыма жолдағым келіп отыр. Мына осы жақын арада телеарналардан жан-жақтан көріп отырмыз. Өзбекстанның футболдан ұлттық құрамасы әлем чемпионатына жолдама алып, ұтып, үлкен тарихи жеңіске жетіп отыр. Бүткіл өзбек елін құттықтағым келіп отыр. Қазақ халқының атынан өзбек бауырларымыз бізге жақын халық, көршілес халық. Мына үлкен спортта үлкен жетістікке жетіп жатсыздар. Алла тағала бұйыртып, сол әлем чемпионатында үлкен сенсация жасап, Өзбекстан құрамасы үлкен жүлделі орынға ие болсын. Сіздер үшін жанкүйер болып отырамыз. Футболды көп көрмеуші едім, бірақ мына енді Өзбекстан құрамасы бауырлас мемлекетті осындай үлкен деңгейге жетіп отқаннан кейін сіздер үшін біз жанкүйер болып отырамыз. Және де айта кететін, мына бокстен Өзбекстан құрамасы өте үлкен деңгейге жетіп жатыр. Олимпиада да үлкен жеңістерге жетіп, алтын медальмен халық қуантып отыр. Мына енді Қазақстан мен Өзбекстан әлемде үлкен деңгейде бокстан үлкен нәтижелер көрсетіп жатыр. Әлемдік додаларда сол көршілес мемлекеттің Өзбекстан мен Қазақстан алтынды бөлісіп алып кетіп жатырмыз. Әрқашанда сондай болсын. Тек қана жақсылықпен жарысайық. Мына өзбек бауырларымыздың экономикада да жан-жақты әр салада үлкен жетістікке жетіп жатқанын көріп қуанып отырмыз. Өздеріңіз мына көлік шығарып жатсыздар, пойыз шығарып жатсыздар. Осыдан 20 жыл бұрын Ташкент қаласына барғам. Ол кезде деңгей мүлдем бөлек болды. Көптеген өзбек бауырларымыз Ресейде, Қазақстанда жаңағы жалдамалы жұмыстарын жасап, стройкасын жасап, отбасын бағып, 90 жылдарды солай өтті. Осы 2019 жылы бардым. Мүлдем бөлек мемлекет, дамып, өте керемет, жақсы дамып жатқан мемлекет жан-жақтан. Енді оның бәрі де президент Мирзиёев мырзаға да байланысты деп ойлаймын. Өзбек халқы өте қонақ жайлы, өте еңбекқор халық. Сол еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Сіздер үшін әрқашанда қуанып отырамыз. Алла бұйыртып жатса барамыз. Қазір туризм жақсы дамып жатыр Өзбекстанда. Көптеген инвесторлар да Өзбекстанға келіп отыр. Ол басшылықтың үлкен деңгейде сенім пайда болғаннан кейін сол жан-жақты шетелдің инвесторлар да көптеп осы Өзбекстан мемлекетіне келіп жатыр. Өзбекстанда да билер сайлағанбыз мына қазақ бауырларымыздың арасынан. Біз өзбек халқымен, көрші халықпен әрқашанда бейбіт өмір сүруіміз керек. Біз бауырлас халықпыз. Бір-бірімізбен саудамызды жасап, кәсібімізді домалатып өрге, бір-бірімізбен әрқашанда бауыр болып, бірге дамып, жақсылықпен жарысып, жақсылықпен бөлісіп, әрқашанда бір болайық. Достығымыз мәңгі болсын. Енді сіздердің қуаныштарыңыз көріп отырып, әрқашанда біз де қуанып отырамыз. Сәлеммен Ермек Албан бауырларыңыз, қазақтың биі. Сол өзбек бауырларымызды мына алда болып жатқан, алда болатын, өтіп кеткен бүткіл жеңістермен, жемісті күндермен бәріңізді шын жүректен құттықтаймыз. Алматы қаласынан қазақтың биі Ермек Албан бауырларыңыз. Рахмет.